Жарияланғанына 2 жыл болған елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасы қоғам санасының кемелденуіне қаншалықты үлес қосады. Осы тақырып бүгін Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінде өткен халықаралық ғылыми тәжірибелік конференцияға арқау болды. 2 күнге созылатын алқалы жиынға жергілікті ғалымдармен қатар шетелдік сарапшылар да қатысып, ой бөлісті. Өркениетті елдерде руханият мәселесі бірінші кезекте тұрады. Өйткені ол барлық адамға азық. Осыдан 2 жыл бұрын тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаев рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласын қабылдарда осы принципті арқау еткенін айтты. Стратегиялық құжатта адами құндылықтарды дамыта отырып, елді жаңа экономикалық белестерге жетелеуге, жасампаз ұлттың өткені мен бүгінін саралай отырып, болашағының жарқын болуына күш салынады. Бұл бағытта аймақта өңір халқының 3 мыңға жуығын қамтыған 1000-нан аса іс-шара өтті. Елбасының байыпты бастамаларының орындалуына қарапайым азаматтармен қатар қалталы кәсіпкерлер де өз үлесін қосты. Атымтай жомарттардың көмегімен осы есептік мерзімде жалпы сомасы 3 миллиард теңгеге жуықтайтын 892 жоба жүзеге асқан. Қазталов аудандағы біз акушерлік медициналық пункттердің салынуын айтатын болсақ, қаншама бүгін сапалы көмекті сол жердегі халқымыз пайдасын көріп алып отыр. Сонымен қатар мына Шыңғырлау аудандағы көпірдің салынуы, бұл да үлкен септігін тигізіп, мына жер еріп тасқын болып жатқан кезде ана өзеннен ағып жатқан өзеннен тіпті адамдар ауырып қалса да оны жеткізетін де мүмкіндік болмаған кездер болған. Міне сондай шаруаның барлығын шешіп беретін көпір салған біздің азаматтарымызға үлкен алғысымызды білдіреміз. Біздің тағы да бір қаланың тұрғыны Ғалауов мырза осы жердегі тыным бақты салып берді, мысалы, өз қаражатына. 6 бағыт 4 кіші бағдарламадан тұратын маңызды құжат сан саланы қамтиды. Сондықтан ол 2 жылдың еншісіндегі шаруа емес. Алда тұрған жұмыс әлі ауқымды. Италиялық ғалым Жан-Лука Банороның айтуынша, Қазақстанда Европадағыдай тарихтың талай сырын үнсіз бүгіп жатқан мәдени ескерткіштер көп. Сондықтан ғалымдар алдында тұрған басты міндет оларды терең зерттеп көпшілікке таныстыру. Өзі де байырғы халықтың тыныс-тіршілігін танып білуге ынталы. Ол үшін аталған жоғарғы оқу орнының студенттерімен арнайы жобаны жүзеге асырмақ. Особенно будут участвовать студенты. Бұл жобаның артықшылығы онда көбіне студенттер атсалысады. Осылайша біз археологтардың жаңа буынын тәрбиелеп шығарамыз. Каспий теңізін бойлай мекендеген халықтардың тұрмысын әр дәуірге сай зерттейміз. Алдымызда ауқымды жұмыс күтіп тұр. Табылған жәдігерлерге жан-жақты талдау жасалады. Өз мәдениеті мен әдебиетіне қанық ұрпақ қана отанын риясы сүйіп, рухани кемел болып шығады. Сондықтан осы салаларға мемлекеттің қомақты қолдауы қажет дейді филология ғылымдарының докторы Мұрат Сабыр. Сондай-ақ ол жергілікті ақын жазушылардың елеусіз қалған еңбектерін кітап қып басып шығарса деген ой айтты. Ғасырдан ғасырға адамзат тарихының керуенін сүріндірмей жеткізіп отырған кітапханалардың бүгінгі жағдайына да тоқталды. Осы региондағы ең нашар кітапхана біздің облыстық кітапхана. Атыраудың да, Ақтөбенің де, Қызылорданың арнайы керемет кітапханасы бар, арнайы салынған, Көшербай салып берген. Міне біздің ғылымға, білімге жастарды шақырамыз дейміз. Яғни кітапхана шақыру керек жастарды. Ол әлгі Алтығаш институтының ішінде асхана жоқ кітапхана емес. Жаңа Европада, жаңа Түркияда керемет кітапханалар бар. 24 сағат істейтін, студентке арзан тамақ ұсынатын, ішінде қонып қалуға болатын. Егер қанша рет келдіңіз, соны электрон түрде есептеп тұрады. Егер сіз жыл бойы көп келсеңіз, сізге жеке үстел береді. Тіпті 1 жылдан кейін сізге кітапхана стипендия тағайындайды. Міне осындай заманауи кітапхана керек бізге. Сонда ғана біздің студенттеріміз ғылымға, білімге бет бұрады ғой деп ойлаймын. Ал белгілі тарихшы Жаңабек Жақсығалиев қазақтың қан тазалығын сақтаудағы себебін түсіндірді. Жеті атадан қыз алысып, қыз беріспеген халықтың бұл даналық мектебі қазақтың қазақ болып сақталуының бірден-бір кепілі. Елбасы рухани жаңғыру атты мақаласында айтқан ұлттық код ұғымы да міне осыдан тамыр алады дейді ғалым. Ғалымдар мынандай тәжірибе жасаған екен. Есім білмейтін 3 сәбиге қазақ баласы итальяндық, я болмаса австриялық Құрманғазының, Моцарттың, Никола Паганинидің музыкасын жіберсе, мына жарық дүниеде әлі құлағы естімеген нәресте Құрманғазының адайы мен сарыарқасын тыңдаса, бірінші қазақ баласы бұлқынады екен. Себебі оның кодында бар деген сөз. Әйгілі итальяндық скрипач, композитор Никола Паганинидің сазын, сиқырлы симфониясын естісе, итальяндық бала, немесе Моцарттікі. Бұл генетикалық код. Елбасының осы мақаласындағы ұлттық код, ұлттық бірегейлік, ұлттық сана, ұлттық дәстүр дегенді қайта-қайта нықтап, шегелеп айту бекер емес. Және елбасы айтты, ұлттың тамырынан айырылған мемлекеттің болашағы ешқандай жоқ екендігін.
Елбасының рухани жаңғыру бағдарламасы бүгінгі ұрпаққа ұлы дала төсінде еркін өскен ұлы халықтың ізбасар екенін сезінуге мүмкіндік берді. Сондықтан бұл бағыттағы жұмыстар аяқсыз қалмайды дейді жиналған қауым. Жергілікті және шетелдік ғалымдардың басын қосқан шара ертең де жалғасады. Конференцияда айтылған ұсыныс пікірлер негізінде қарар қабылданады. Назерке Тоғжан, Нұрлан Идеров, Нұртай Батырғали, Ақжайық арнасы.